Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ерекше қазанда жасалатын кешкі ас дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліңіздер. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Салқын суға жарты шай қасық тұзбен бір жұмыртқа қосып араластырып аламыз да, ұнымызға қосып қамырымызды илейміз. Қамырдың бетін жауып 20 минутқа иін қандырамыз. Жарты кесе күрішке ыстық қайнаған су құйып бұқтырып қоямын. Фаршымызды тұздап, бұрыштап араластырып аламын да, дөңгелектеп формасына келтіремін. Формасы грек жаңғағынан сәл үлкендеу болу керек. Осылай формасын келтірген соң фарштарымызды күрішке салып айналдырып аламыз. Қамырдың иі қанып, эластичный жұп-жұмсақ болып шықты. Келесіде қамырымызды жайып, орташа қалыңдықта, қатты жұқа қылдырып керек емес, себебі фаршымыз салған кезде қамыр тесіліп кетеді. Кесенің үлкендігіндей қамырымызды ойып шығамыз. Фарштарымызды қамырға салып, шеттерін видеода көрсетілгендей бөгіп шығамыз. Тақтайшаға жабысып қалмау үшін үстінен ұн сеуіп дізіп шығамын. Келесі кезекте видеода көрсетілген жуылған көкөністердің барлығын ірі-ірі көлемде тураймыз. Біздің көкөністеріміз дайын. Ағаштарды салып, пешімізді қыздырып, қазанымызды орналастырамыз. Қазанға 1 стақан сұйық майды құйып, қыздырып алып, үстінен пиязымызды салып, сарғайғанша қуырамыз. Содан соң кезекпен-кезек барлық туралған көкөністерді салып шығамыз.
келесіде дәм тұзына қарай бұрыштаймыз. Мен жарты шай қасық бұрыш, 2 шай қасық тұз қостым. 2 ас қасық томат қосып жақсылап тұрып араластырып аламын. Үстінен түйілген фарштарды тізіп шығамыз. Және де 3 стакан қайнаған су құйып, қазанның қақпағын жауып, баяу отта 30 минуттай пісіреміз. Біздің тағамыз дайын, өте дәмді әрі ерекше болып шықты. Қонақтарыңызды ерекше аспен қуантқыларыңыз келсе, осы тағамды жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.